отырған, арнайы Астана қаласынан, елордамыздан келіп отырған Мержан Қазыбекұлы. Қош келдіңіз. Тамаша. Енді өзіңіздің жалпы Қарағандының тумасы екендігіңізді қазір көріп отырған көрермен болса жақсы білу керек. Дегенмен де Астана қаласынан аттерлетіп келген екенсіз. Қош келдіңіз дейміз. Қош келдіңіз. Иә, таңғы көңіл күйіңіз қалай бүгінгі? Таңғы көңіл күйіміз тамаша. Иә, бізге ерекше. Енді сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дегенмен де қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ. Иә, онда. Құрметті көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум, Алашорда. Уағалейкумассалам. Иә, Елдархан мойынқұна Удаланың Бекмұраты, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Аман есен аға. Бүгінгі жұма күнгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Иә. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бүгінгі Жамбыл облысының құрылғанына 83 толуымен бүкіл 19 миллион 667 мың халқымды 1 миллион 200 мың Жамбыл облысының 30 мың Мойынқұм ауданы жұртшылығын осы мерекемен құттықтаймын мен. Тамаша, баршамызға құтты болсын дейміз. Берекелі жылдар көбейе берсін, күндер көбейе берсін, байлықтарыңыз таси берсін деген тілегімді білдіргім келеді. Иә, айтқаныңыз келсін, ата. Тамаша. Иә, мерекелі күндеріңіз көп болсын. Иә, рахмет. Сізге де рахмет айтамыз. Бүгінгі біздің бағдарламамызға хабарласып, өз таңғы көңіл күйіңізді, пікіріңізді білдіргеніңізге, бүгінгі күніңізге сізге де сәттілік тілейміз. Рахмет. Иә, бізге байланысқа шыққан осы Мойынқұм ауданынан тұрақты көрерменіміз Бекмұрат ағамыз болады. Иә, ол кісі міндетті түрде бізге хабарласып, өз пікірін білдіріп отырады. Әрине. Енді Мержан Қазыбекұлы тағы да қош келдіңіз дейміз. Осы өнер саласына қалай келдіңіз, әңгімеміздің әлқиссасын содан бастасақ? Өнер саласына жалпы ана әнмен келдік. Жастайымыздан анамызға арнап жүрген өлең шумақтар болатын. Анамыздан жастайымыздан айырылғандықтан соны ән ретінде халыққа жеткізсем деген оймен осы биыл келдік. Абай атамыз айтады ғой, тіл жүректің айтқанына көрінсе жалған шықпайды дейді. Ал жүректен шыққаннан жүрекке жетті деп ойлаймын. Жаңа орындаған әніңіз де шынында керемет екен. Рахмет. Иә, өзіңіз айтып қалдыңыз, биыл ғана келдім ән саласына деп. Негізі бала кезіңізден әнші болуды армандадыңыз ба? Енді әр бала әншілерге қарап армандайтын шығар деп ойлаймын. Бізде де арманның ұшқыны болған. Жалпы бірақ өлең жазуға деген мақсат сондай болған. Жалпы бала кезімізде Балқаш қаласының өнер жас ақыны деген қалалық номинацияны алғанбыз мүшәйрадан. Өзіңіз жазасыз демекке. Өте керемет. Өнерді алғашқы бізде негізі өнер болсын, оқушы болсын, білімін ашатын, соны жетелейтін ұстазы болады. Ал сіздің осы өнеріңізді алдыға қарай дамытқан демеушілеріңіз, қолдаушыларыңыз, ұстаздарыңыз болды ма? Енді мектеп кезінде өлең жазу, мектеп кезіндегі қабырғасындағыны айтып отырсыз ғой? Иә. Мектеп қабырғасында әрине Салиха Фаритовна деген мұғаліміміз болды. Ол кісі қазақ тілі әдебиетін беретін. Роза мұғаліміміз болды. Ал Айыртас орта мектебінен беретін. Жалпы өлең жазуды әр кез келген бала ауылға барады ғой. Ауылдың табиғатын көреді. Сол кезде біздің дедушкамыз Айыртас деген жерде мұғалім болған. Историядан сабақ берген. И сол ауылда жүрген кезде ауылдың табиғатымен көңіліміз біраз шабыт келіп, сол ауылда басталған. Сол кездері Роза мұғаліміміз былай жазасын деп түзетіп жіберіп, одан кейін қалада мектепте оқыған кезде Салиха Фаритовна деген қазақ тілі әдебиетінен мұғалім болған. Ол кісі де қолдап, дұрыс жағын көрсетіп, сол кісімен бірге біраз қалалық абай оқуларын біразын гран-при иегері атанғанбыз. Сонда біраз мектепте айтып отырамыз өзімізде. Ауылдың танық таза ауасы, көз алдыңда таулар биік-биік, жасыл шөп, бір ешқандай онда қаладағы секілді завод, фабрикалар жоқ. Жасанды еш нәрсе жоқ. Ештеңе жоқ, ауылға жететін. Ауыл шабытты негізі көбіне ақындар сол ауылдың табиғатынан алып жатады ғой, иә? Ауылдың табиғатынан алады. Өлең жазу үшін жүрек керек деп ойлаймын, жалпы. Жүрекпен сүйе білу керек деп ойлаймын. Қазір уақытта қандай композиторлармен, болмаса ақын жазушылармен жұмыс жасап жатсыз? Қандай композиторлармен? Ең басты бастағанымыз қазіргі таңда
Қуаныш Құрманбаев ағамыз бар. Білесіздер ғой барлықтарыңыз. Әнші, аранжировщик, композитор. Сол Қуаныш Құрманбаев ағамыз Алматыда. Сол кісіден 3-4 ән алғанбыз. Енді тағы да басқа да композиторлармен қазір жұмыс жасаймыз. Жалпы өзімізде қоржынымызда 14 ән бар. 14 әннің 4-5 әні авторлардікі, қалғаны өзімдікі. Енді осы ән жазғанда, авторлар таңдағанда неге мән бересіз? Қазіргі уақытта жылдан бірден хит болсын деген мақсатпен әні мағынасыз, сөзі жүйесіз әндерде шығып жатыр. Оған көзқарасыңыз қалай? Әнді, сөзді таңдағанда неге көбінесе мән бересіз? Бұл енді қиындау сұрақ екен. Бұған қалай жауап берсе? Негізінде жалпы әнді өзіңіз оқып көресіз ба? Сөзіне мән бересіз таңдаған ба кезде, әлде? жалпы таңдаған кезде әннің әуеніне, сөзінің мағынасына халыққа жеткізу мақсаты ғой. Жүректен жүрекке жеткізу мақсаты. Енді әндердің мынау музыкалық, енді әрмен қарай кірмей қойын дегенмен де мынау қазір уақытта орысша медляк, иә? Жаймен айтылатын әндер болады, жылдам болмаса бір ритмді әндер болады. Қай жағынан өзіңіз? Негізгі жанрыңыз қай бағытта? Мен жалпы негізі лирикпін да. Лирикалық әндерді жаным сүйеді. Жақсы көремін лирикалық әндерді. Дәстүрлі әндер орындайсыз, иә? Дәстүрлі әндер орындап өз авторлығыма, өзім альбомыма кіргізген жоқпын. Бірақ жалпы мақсатымыз бар дәстүрлі әндер. Халық әндерін негізі әудемейтін қазақ жоқ деп жатамыз. Өзіңізге бір табан жақын болғандықтан халық әндерін қаншалықты орындап отырасыз? Орындап жүресіз? Той жиындарда, отырыстарда, жолдастармен отырғанда, жалпы караокеге барғанда дәстүрлі әндерді орындап отырсыз. Ойланып қалған кезіңіз болмады ма? Лирикалық ән деп жатырсыз, тек қана лирикалық бағытта ғана емес, осы халық әндерін өзімнің қоржыныма қоссам деген секілді. Ондай ой да бар. Алдағы уақытта күтеміз онда сізден. Алдағы уақытта. Енді біз бүгінгі тақырыбымызды мерекелі алтын көз деп алып отырмыз. Жалпы осы күз мезгілін жаңа да тілге тиек еттік. Шығармашыл адамдар үшін ерекше бір мезгіл деп білеміз. Әрине. Осыған көзқарасыңыз қалай және келісесіз ба? Көзқарасым оң, келісемін. Өзі жалпы көктем гүлдер бүршік атып келе жатқаны және күздің жапырақтар сарғайып адам көңіл күйіне ерекше әсер ететін мезгілдер. Мынау жастар арасында болады ғой. Сәл бір қиял болып кетсек, күз әсер етіп жатыр ма болмаса? Көктем әсер етіп жатыр ма деген сияқты әзілдер болып жатады. Қаншалықты осы шығармашыл адамдарға әсер етеді? Мүмкін жаңа туындылардың дүниеге келуіне себепші болады. Мүмкін сіздердің араларыңызда да күз әсер етті ма, көктем әсер етті ме деген сұрақтар болатын шығар. Енді жалпы қалай айтсам екен? Ол ерекше әсер етеді, бірақ жалпы ақын адамға, композитор адамға мезгілге байланысты. Шабыттың келуіне байланысты, дұрыс айтасыз. Шабыт қай уақытта келем десе, сол уақытта жазасыз. Түн болсын, түн демейді, күн демейді. Әрине. Енді бізде межелі мақсат деген бар, жүйелі жоспар деген бар. Алдағы уақытта өзіңіз қандай бір жоспарларыңызбен шетін бөліссеңіз, әрине бәрін. Енді алдағы уақытта тағы да әндер жазылу үстінде. Аранжировкасы дейміз ғой, аранжировкасы жазылып жатыр. Тағы да бейнебаян түсіру мақсаттарымыз бар. Сондай. Өзіңіздің қоржыныңызда 14 ән бар деп айтып қалдыңыз бағана. 14 әннің қаншауына клип түсіріп үлгердіңіздер? 5 әнге. 5 әнге. Оның ішінде бағана өзіңіз шырқап берген ана әніне түсірілген клипіңіз бар ма? Ана әніне түсірілген клип жоспарлану үстінде. Оны ана әні сияқты жүрекке жететіндей клип түсіру керек. Бейнебаян түсіру керек деген ойдамыз. Бірнеше табандылық керек деп ойдым. Табандылық, ол әнге ерекше бейнебаян түсіру мақсатым бар. Өйткені енді сөзін тыңдап отырмыз, жүректен жүрекке жетті. Сондықтан арнайы бірнеше шығармашылық, жалпы команданың, топтың жұмысы керек. Басын біріктіріп, сонымен жұмыс жасау керек. Режиссерлармен жұмыс істеу керек, сценаристермен жұмыс істеу керек. Өзіңіз Инстаграм әлеуметтік желісінде белсендісіз бе? Енді осы жалпы ән жағына келгеннен бастап белсенді бола бастадық. Бұрын ондай шықпайтынбыз сағатта. Күнделікті өздеріңіздің оқырмандарыңыз, аудиторияңыз бар. Қанша аудиторияңыз бар қазіргі таңда әлеуметтік желіде? Қазіргі таңда 16.400 болды.
күнделікті өзіңіздің жұмыс барысыңызды салып отырасыз демек, иә? Иә, историяға салып отырамыз, және рилс дейді ғой. Иә, рилсқа салып отырамыз. Шоу-бизнес деп жатамыз. Осы шоу-бизнесті көріп жатырмыз. Қазіргі таңда бәсекелестік өте қарқынды жұмыс жасап жатыр. Шоу-бизнесте өзіңіз бәсекелестікке қалай қарайсыз? Ол бәсекелестік болып тұрған дұрыс па? Жалпы бәсекелестік болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі ол өсіп келе жатқан бүлдіршіндерге де, жас балаларға да, кішкентай балаларға да бір үлкен мақсат береді, арман береді. Ол бәсекелестік болғанда дұрыс, бір жағынан болмағанда дұрыс деп ойлаймын. Екі ойдамын. Яғни өнер саласында өнер болғаннан кейін, халықтың өнер болғаннан кейін бұл жерде бір аса бәсекелестік болмай, керісінше оны дамытуға бәрібірдей мүмкін атсалысу керек. Атсалысу керек. Иә, айтып қалдыңыз, Астана қаласында тұрамын деп. Біздің Тараз қаласына, Жамбыл шаһарына қаншалықты жиі келіп тұрасыз негізі? Жыл сайын келіп тұрамын. Жылына 2 рет келіп тұрамын. Жамбыл сізді несімен қызықтырады негізі? Жамбыл облысы, Тараз қаласы? Мен жалпы жыл сайын зиярат етіп жатады ғой, жалпы. Зияратқа көзқарасы дұрыс. Сондықтан жыл сайын Құран оқытып, мал шалып тұрамыз. Ал Жамбыл облысы мен Тараз қаласы, Қарағандының арасында сізді не байланыстырады көбіне? Жамбыл облысының жалпы табиғат әдемі ғой. Табиғат әдемі, халқы, кеңпейіл, қонақжай. Сізді басқаша бағытта не байланыстырады? Мүмкін жұмыс бабымен байланыстыра ма? Мүмкін жұмыс бабымен байланыстырып жатқан жоқ, жалпы енді қазақ болғаннан кейін туысқандар болады, құда жекжат болады. Туысқандарыңыз бар ғой демек? Иә, құда жекжаттарымыз бар. Қонаққа келіп тұрамыз, жұмыс бабымен былай шалып қалып тұрамыз. Иә, сіздің де қонаққа келгеніңізді біз де пайдаланып қалдық деп айтқымыз келеді. Арнайы студиямызға шақырып, енді басқа да шығармашыл топтармен, әншілермен жұмыс жасау ойда бар ма? Ойда жалпы бар. Сіз меңзеп тұрғаныңыз дуэт жайында ма? Иә, негізі жалпы дуэт болсын, басқа да. Ойымызда бар, әрине, иә. Дуэт жазу ойымызда бар. Қазіргі таңда кіммен дуэт жазғыңыз келеді? Ойда бар кіммен? Келеді дегенде енді көп қой. Әншілердің бәрін сапырып айта беру. Бірақ әншілер көп, айтқым келеді. Қазір шоу-бизнесте көбіне сөзі ұйқассыз, не бір мағынасы, мән мағынасы жоқ жас әншілер көбейіп кетті. Өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз. Оған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Шектеу жоқ. Қазіргі таңда жастардың тіпті сөзіне де қарап жатқан жоқ. Тек қана әннің хит болғаны, халықтың, көрерменнің көп жиналуы, қаралым жинауына байланысты. Қазіргі таңда кім болса сол сахнаны қорлап жатқан жайттарды көп кездестіріп жатырмыз. Соған өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жас әншілерге, жас өкілдерге өзіңіздің кеңесіңізді беріп өтсеңіз. Енді жас өкілдерге қалай айтсам екен, әр заманның өзінің ағымы бар. Біз Мейрамбек ағаларымызды, Тоқтар Серіков ағаларымызды, тағы да басқа Саят Медеуов ағаларымызды, көп үлкен ағаларымызды тыңдап өстік. Сол себепті біздің поколение деп айтамыз ғой, біздің поколение мүмкін сондай әндерге бейім шығармыз. Олар қазіргі жастар мүмкін шетелдің әндерін тыңдап өскен шығар. Енді бірақ сондықтан да дегенмен де қазақтың тілін қорламаса жақсы болар деп ойлаймын. Себебі ол балаларға қарап жас балалар өсіп келе жатыр. Балаларымыз өсіп келе жатыр, қарындастарымыз өсіп келе жатыр. Сол қарындастарымыздың жалпы болашақта қазақ тілін қорламай, егеменді елімізді одан әрі дамытуына жақсы үлес қосқан дұрыс болар еді. Енді өзіңізге осы айтып өткен тақырыбымызға тұздық болсын, барлығымызға белгілі. Дәл осы тақырып аясында енді барлығымызға белгілі. Қазір енді айтсам ба айтпасам ба деп екі ойлап отырмын. Ұйқым келмейді дегенде ән жарыққа шығып. Иә, қазіргі таңда желіні шулатып жатыр. Бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірген бір ерекше хит болды десек болады. Оған осы өзіңіздің өнерде жүрген әріптесіңіз, бірге жүрген қасыңыздағы, бірге сахнада өнер көрсетіп жүрген жандардың бірі Рамазан өз сөзін жазған болатын. Ал өзіңізден сол кісіге деген көзқарасыңыз қалай? Ұйқым келмейді әнінің сөзіне көзқарасыңыз қалай? Мүмкін бұл бір әдіс болған шығар, сіздіңше?
Енді бұл енді провокационный вопрос сияқты. Енді дұрыс қабылдасын деп. жалпы Рамазан жөніне келетін болсақ, Рамазанды жақын танымаймын. Жалпы біріншіден ол кісіні бизнес по-казахскийдан